Құрметті көрермен, жарнамадан оралдық. Жаңа енді бірден бастап осы тақырып бойынша сөйлеп кеттіңіздер ғой. Мадина, сіз өзіңіздің бір ойыңызды айтсаңыз. Жалпы мына ортада не айтарым білмеймін, енді как бы екі адамның ортасында болған әңгімелер ғой. Аянды да бір жамандыққа қимаймды да, Айдана да енді бұрында құрбым болса да, ол қыз туралы жаңағыдай енді қаншама атына кір келіп жатса да, жаңағыдай енді жамандыққа екеуінде қимайтын адаммын да. Сол себепті білмеймін, енді өз араларындағы мәселе болғаннан кейін менде араласқым келмейді негізі. Мына жерде не болған анық қанығын мен білмей жатып деген сияқты. Сол? Жақсы, Ғалымжан. Мен айтқым келгені сіздерге, бұл жерде Аян негізі ақшаны как будто андай алып қарыз қашып кеткен сияқты болып көрініп жатыр ғой, бірақ Аян алдарында отыр, елдің алдында, халықтың алдында отыр да. Бұл Аян негізі ақшаны мен сенен қарызға алып маған береді деген жоқ, бірге өзі де күйінді, Айданның ақшасы да күйіп отыр ғой бұл жерде. Қара Ғалымжан, енді қарашы, бір ауыз айтып сөйлейінші, осы жерде қара Ғалымжан, бір минут тұра тұр. Қара, енді осы жерде Аян алды ақшаны кімнен? Айдады алған кезде сен енді үлкен жауапкершілікпен қарауың керек. Ол аз сумадағы ақша емес негізі. Сен айтып отырсың одан кейін бір сөзінде жаңа мен өзім оған кепіл бере алмаймын, ол ақша шығатынын немесе шықпайтынын деген сияқты қылып. Сен сол ақшаны алар кезде сол нәрсені ойланбадың ба? Сен 500 мыңды алып отқан кезде сен жауапкершілікпен одан кейін нақты шығатынын шықпайтынын білмегеннен кейін сен ертеңгі күні осы нәрсені ешкім білмейді, ол нәрсені мүмкін шығатын шықпайтын. Сен өз аузында айта кеттің ол нәрсені. Сол кезде алар кезде просто бір ойланбадың ба деймін да, сен Айдананы ол кезде көндіріп тұрсың ғой, былай айтқанда нақты шығады, міне осындай уақытта датасын қойып тұрып айтып бергенсіңдер екеуін. Енді бұл жерде ешкімді кінәламаймыз. Себебі олар екеуінің араларында болған мәселе бұл. Бірақ бұл жерде мен түсінбей тұрған нәрсем, сен 500 мыңды алар кезде қандай білмеймін, адамда бір ой болады ғой, шығады, сен просто өзің түсінбей тұрсың да ол нәрсені, шығатына шықпайтынына, бірақ сол ақшаны алып тұрсың сен. Не нәрсеге сендіңіз деп тұрсыз? Не нәрсеге сендің, просто былай айтқанда. Ойынды аяқтайсам бола ма, рұқсат болса? Ғалымжан, аяқтайсыз. Тимур, ойымды бөле жіберген, рахмет. Негізі бұл Аян командамен істедім деді, значит бұл жерде Аян да сол командаға сеніп отыр ғой. Осы уақытқа дейін бұл сеніммен сол ақша шығып қалады деп әлі күнге дейін сеніп жүрді, бірақ бұл өзінің ответственность өзіме алам деп, ақшаны мен өзім қайтарым деді, сол нәрсемен жұмыс істеп жатыр да. Кеше де Айдана қателеспесем, сендер барып сөйлесіп қайтсыңдар, інісімен барып сөйлесіп қайтты. Ол жерде бүгінге дейін жаңағыдай определенный бір ақшаны берем деп айтты да. Енді қашып кеткен жоқ, әлі де алдарында отыр. Видите? Сондықтан бұл жерде Аян туралы артық сөз айтып, ойбай барлығын алып, сондай мәселемен, сондай жаңа цельмен қойып, сондай жаңа нет. Ғалымжан, бұл жерде Тұратындашы ешкім. Мен просто түсінбей тұрғаным, егер Аянның өзінің ақшасылай кететін болса, ол өзінің қолынан немесе өзінен шыққан ақша ол. Бұл жерде просто біреудің ақшасын сен қандай уверенностьпен алдың деген сияқты мәселе бұл жерде. Неге сүйене отыра? Сен өзің білмейсің ол ақшаның шығатынын шықпайтын, бірақ сен біреуден сондай қомақты ақша алып отырсың да бұл жерде. Ол әрекет жасады, значит бұның алдында ақша салып, ол жерден шығарып жүрген болып тұр ғой. Сол моменттерде болмай қалды да, командаға подвать етіп тұр ғой бұл жерде. Аянның өзі емес та, видите, Аянның өзі не істерін білмей бір точка тұрып қалды да. Балсахан, мен осы жерден тыңдап отырмыз ғой барлық нәрсені. Сол мен кешегі айтқан пікірімде әлі де қаламын, жауапкершіліктің бір жоғынан деп ойлаймын да. Аянды білеміз ғой, енді жеңілдің үстімен ауырдың астымен жүріп қалған адам екенін. Мысалы, мына жерде отырмай сыртқа барып жұмыс істесе, осы уақытқа шейін жауап тастайтын уақыты болды да, сол 500 мың теңгені. Ер азаматсың да, оны бір айда да таба алатын едің да. Мына жерде қыз отыр, саған қанша 3 ай болған, әлі сұрап келе жатыр екен. Кешегі пікірім сол Балаусахан 5-10 мың теңгеден құтылсан. Нәрсе ғой ол. Ертең жаңағыдай күніне 5 теңгеден беріп тастасаң деген әңгімелер болып жатыр ғой. Ол жерде мен де ақша салдым, мен де күйдім. Ол жерде Айдананың да ақшасы салынды. Сосын Тимур, саған айтайыншы, дұрыстап, осын жақсылап тыңдап алшы, мен көндірген жоқпын. Көндіреді, алаяқтар көндіреді. Тұрады да, давай, салшы осыған деп көндіреді. Ондай нәрсе болған жоқ. Кәдімгі ортақ шешіммен мәмілеге келген, осы нәрседен екеуміз де нормально нәрседен ақша көреміз деген нәрсе, сол жерге ақша салынды. Ол жерге, Тима, сен қандай уверенностьпен, сеніммен деп атсың ғой, ол жерге мен де сендім. Ол жерде бір команда жұмыс істеп жатыр. Ол жерге мен де сендім. Ол жерде нормально ақша шығар деген сенім болды менде. Бірақ ол нәрсе уақыт өте келе заморозка болып қалды. Уақыт өте келе ол ақша бір моментте бір жерде бір жоқ болды, бір жерде бір тұрды болды. Қазір айта салайыншы мен.
осы жерде бір ақша тұрды болды. Одан кейін ол ақшадан определенный бір сумма ғана қалған. Сол сумманы мен қазір берем дедім. Одан кейін қалған сумманы бұл жерде андай нәрсе емес те, бүйтіп түсінбеңіздерші. Айдана өзі берді, өзі кінәлі, Аян алды, соны алып алды, көндіріп, ол Аян кінәлі. Бұл жерде ондай нәрсе болған жоқ. Определенный екі адамда бір бизнесқа ақша салып, сол жерден бір үміт болды да, ақша көреміз деген. Ол нәрсе болмай қалды, просто болды. Ол нәрсе бірақ через меня өткеннен кейін қалған определенный сумманы берем, қалған ақшаны жауапкершілікті өзіме алам да, қалғанын мен өзім берем. Болды. Тима, дұрыс жағынан түсіндірдім деп ойлаймын саған. Ол саған айта кетейінші осы жерде. Негізі кеше осы Аянның өзі жоқ кезде расымен де Аянды мына жерде даттап қаралап, солай айтқан болатынбыз, олардың ішінде мен де болған болатынмын. Өйткені мына Аянның версиясын тыңдамағандықтан осы уақытқа дейін Айдана тараптан ғана біз версияны тыңдап жүргендіктен Айдананікі дұрыс деп ойладық та. Ал мына жерде қазір біз не көріп отырмыз? Аян келіп, мына жерде шыр-пыр болып, кәдімгідей қалай болған бәрін түсіндіріп жатыр. Расымен де мына ситуацияға сырт көзден қарайтын болсақ, екі үлкен ер азамат пен азаматша екеуі отырып ақылдасып істелінген зат болғандықтан мына жерде расымен де мен Аянды бір қарыз немесе бір кінәлі адам деп санамаймын. Себебі өйткені ол жерде үлкен адам ретінде Айдананың өзі ақшаны беріп отыр. Ол жерде талап еткен жоқ, Аян немесе қорқытып сұрап алған жоқ деген сияқты. Сондықтан да мына жерде келіп алып ақшаларыңды өздерің бергеннен кейін мына жерде бір-біріңді кінәлі қылып төмен түсіріп жылап өйтудің керек жоқ деп ойлаймын. Мына жерде жаңа да Аян өзі айтып жатыр. Егер расымен де жауапкершілігі жоқ болса, жаңа Мери айтып отыр ғой, жауапкершілігі жоқ деп. Расымен де жауапкершілігі жоқ болса, ол нәрсеге екеуміз де бірде ақшаға баттық, ары қарай мен ол ақшаны қайтара алмаймын. Менде жағдайымыз жоқ деп айтатын еді. Мына жерде ер азамат ретінде жауапкершілікті алып, содан қалған ақшаны бүгін қойып берем деп отыр. Және де қалған ақшаны мен өзім қарыз болмасам да саған беремін деп отыр. Сондықтан да мына жерде Аянды кінәлаудың керегі жоқ, және де нағыз ер азаматтың тірлігін жасап отыр деп ойлаймын. Балсахан, айта кетейінші, пожалуйста. Мен шыдамай кеттім. Енді Аянды кінәлаудың қажеті жоқ дейді. Жарайды, Аян кінәлі емес, мен кінәлімін. Жақсы, мен кінәлімін. Ақшаны берген мен, сенген мен, бұл жерде күйіп кетеді деген рискті учитывать етпеген мен. Бірақ Шолпан, ең бірінші болып маған осы нәрсені сіз айттыңыз ғой, осы әңгімені ортаға шығар деген ең бірінші болып сіз ғой маған. Аянның алаяқтығын осыны айт деген сіз ғой маған. Ондай адамдарды олай тайраңдатып қойма, ол саған ақшаңды бермей кетеді деп айтқан сіз ғой. Иә, енді келіп мына жерде неге Аянның дым кінәсі жоқ, мен Аянның версиясын тыңдап отырмын, значит Аяндікі дұрыс екен, Айдананікі дұрыс емес екен деген әңгімені айтып отырсыз да? Айдана, мен қарап, ол нәрсені саған сол кезде айтқаным рас, одан кейін мен кеше сені қолдағаным да рас. Өйткені мен Аян тараптың версияны естімедім деп жаңа да айта кеттім. Әзір Аян тараптың версияны естідім, және де жауапкершіліктен қашып отқан жоқ. Ол бір. Екіншіден Айдана, конечно, жауапкершіліктен қашпайды Шолпан ханым, понимаете, біз халықтың алдындағы бағдарламада отырғандықтан бұл мәселе шығып отыр. Менің аудиториям бар болғандықтан, мен оны сториске салып жібергендіктен, мен тиіп кеткендіктен шығып отыр да бұл нәрсе. Егер мен бұл жерде отырмасам, мүмкін бұл жабулы қазан, жабулы күйінде қалатын еді, ешкім бұны білмейтін еді. Мен солай жүгіріп жүре беретін бедім. Қашан ақша түседі, қашан Аянда ақша болады, қашан Аян әйтеуір бір жұмысқа тұрып, осы ақшаны жинап береді деген сияқты күтіп жүретін едім мен. Мен сол айтқан сөздерден кейін осы жерге шығарып отырсың. Содан кейін мына жерде Аянның да версиясын естіп отырмын, және де Аян расымен де мына жерде жауапкершіліктен қашып отқан жоқ, саған сол ақшаны қойып берем деп жатыр. Қашан жері қалмады, Шолпан ханым, понимаете, қашан жері жоқ болды. Айдан айтып салайын, мен айтқан сөздеріме мен саған не Аянды осы жерге шығар деп айтқанымды мен мойындаймын, және де соны айтқанның себеп салдарынан қазір осы мәселе шешілейін деп жатыр деп ойлаймын да. Ал сенің мақсатың ары қарай Аянды жерге түсіре беру, даттай беру болатын болса, ол уже басқа әңгіме да. Мен одан кейін сені кінәлісің деп айтқан жоқпын. Просто Аянды кінәлай берудің және де мына жерде бір-біріңе жеке көрініштеріңді айта берудің қажет жоқ. Өйткені үлкен адамдар ретінде мәселені шешуге тырысу керек. Және де Аян саған әзір вариант ұсынып отыр. Мен саған ақшаны бүгін қойып берем, қалғанын мен өзім жауам деп халықтың алдында жауапкершілік алып отыр. Ол деген уже еркектің намысын ары қарай түсіре берудің керек жоқ деген сөз. Өйткені жауапкершілік алып сөз беріп отыр осы жерде. Менің мақсатым Шолпан ханым, біреуді түсіру емес, мен Аянды түсіру, мен ешкімді түсіргім келмейді, маған бәрібір, сіздер өміріңізді сүре беріңіз. Бірақ мені күйіндіретін нәрсе неге сол кезде осындай риск бар деген нәрсе неге айтылмады? Неге маған өтірік айтылды? Неге маған 3 ай бойы бүгін ертең деген өтіріктер айтылып келді деген нәрсе
нәрсе да, неге мені солай алдап келдіңіз деген нәрсе. Жоқ менде Айдана ол ақша күйіп кетті, немесе ол ақша қазір жаңа $34,000 жоқ болды деп айтсаңыз, мен оны түсінетін едім. Жарайды Аян, мен ондай бір андай жалмауыз адам емеспін. Күнде жаңағы сізге қашан дей беретін. Сіз өзіңіз осы нәрсеге жеткізіңіз, понимаете? Менің мақсатым бұл жерде Аянды просто так халықтың алдында түсіру емес. Мен өзімнің шындығымды айтып жатырмын. Халықтың алдында да мен осыны айтсам да кінәлі болып жатырмын да, бәрібір. Айдана, тұршы, Гүлвира, тұра. Мен мына жерде саған айтып жатсың ғой, сен маған өтірігіңді айтып келдің, мен саған өтірік айтқан жоқпын. Мен де қазір айтып алайын. Сен тыңдадың ғой мен жаңа. Мен өтірік айтып келген жоқпын, ана күні мына күні деп. Ар жақтан қандай үміт болды, сол нәрсені айтып келдім мен саған. Енді ол жерде менің қандай кінәм бар, айтыңызшы. Менің кінәм бар ма бұл жерде? Бар кінәңіз. Қандай кінәм бар? Сіз ол нәрсені маған айтқан жоқсыз. Мен басқа нәрселерге сеніп отырмын. Ол нәрсе осылай 4 айға созылуы мүмкін. Ол ақша мүлдем жоқ болып, күйіп кетуі мүмкін деген рискті сіз айтқан жоқсыз. Сіз айттыңыз 15 январьға дейін точно түседі деген нәрсені айттыңыз. Мен де білген жоқпын ғой, айтып отырмын ғой. Енді менің кінәм не бұл жерде? Сені кінәлі деп отқан жоқпын, Айдана, мен сені кінәлі деп отқан жоқпын мен. Басынан бастап айтып отырмын, Айдана кінәлі емес. Халқым қараңдаршы, тыңдап алыңдаршы. Айдана кінәлі емес. Жертва мен болып тұрмын. Мен жертва болып тұрмын, понимаете, да? Қазір айтып алайын, иә? Сіз судан таза сүттен ақ болып, мына жерде шығып бара жатсыз да, мен жертва болып тұрмын. Берген мен кінәлі, жоқ менің ақшам, и все. Елдің алдында кім жаман, мен жаман болды. Айдана, елдің алдында кім жаман, мен жаман болып жатқан жоқпын. Мен жақтан не болып жатқан сен көріп жатқан жоқсың. Елдің алдында жертва болып жатқан сен емес. Елдің алдында мына жақта Альфонс болып жатқан, қыздың әңгімесіне жүретін, қарызын алып бермей қоятын мен болып жатырмын. Мен содан кейін конкретно айтып жатырмын, бұл жерде не Айдананың, не менің кінәміз жоқ. Определенно екеуміз бір нәрсеге сендік, ақша салдық. Сол нәрседен болмай қалды, болды. Мен соны айтып жатырмын. Сен бүкіл плетті қазір өзіңе қарай тартып жатқан. Мен жертва болып қалып деп. Бірақ изначально бағана әңгіменің басынан бастап мен осы жерде айтып жатырмын. Бұл жерде Айдананың да кінәсі жоқ, менің де кінәм жоқ. Екеуміз де сендік, бұл жерге ақша салдық. Болды. Ол ситуация болмай қалды. Ақша қазір айтып алайын. Неге сіздің кінәңіз жоқ? Мен айтып жатырмын. Ол жерге неге сіз білмейтін нәрсеңізбен айналысасыз онда? Неге елге курс сатасыз онда білмейтін нәрсеңізбен? Ол нәрсе басқа. Ол нәрсе басқа. Ол нәрсе басқа. Ол нәрселердің бәрін араластыра беретін болсаң, қазір нәрсе қашық болады. Ол нәрселердің каждый точкасына... Өміріңізді қашығып жүрген Аян өзіңізсіз. Менің негізі ол жерге дым кінәм жоқ. Айдана, мен саған қарай артық бірдеңке айттым ба қазір? Неге сен артық кетіп жатсың? Зачем? Мен қазір артық кеттім ба саған қарай? Жоқ, сіз бітесіз да. Мен қазір осындай проблемада жүрмін, осындай болып кетті дейсіз да. Бірақ менің ол жерде негізі кінәм жоқ қой, Аян. Мен сен кінәң бар деп жатқан жоқпын ғой, жоқ деп жатырмын ғой, бағанадан бері. Сөздеріңізді бөлейін, жарнамадан кейін жалғастырамыз.